Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 9-шы сабақ. Бүгінгі өтетін жаттығуымыз 34, 35, 36, 37-ші жаттығулар. 34-ші жаттығу. Пайымдау мәтіннің бөліктерін тап дейді. Дәлелденетін пікір, дәлелдеу және қорытынды пікір. Әр бөліктің арасын байланыстырып тұрған көмекші сөздерді ата. Құмырсқаның қыста қарны ашпайды. Өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын илеуіне тасып алады. Сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Ал енді балалар, тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде пайымдау сөздері өйткені, сондықтан деген сөздері пайымдау болып табылады, балалар. Сондықтан мәтіннің пайымдау бөлігін айтамыз. Өйткені, сондықтан деген сөздерді жазамыз. Ал дәлелденетін пікір бұл жерде құмырсқаның азығын илеуіне тасып алады. Еңбекқор жәндік деген сөздер. Яғни құмырсқаның еңбекқор екенін көрсетіп тұр бұл жерде. Қорытынды пікір бұл жерде құмырсқаның өте еңбекқор екенін, еңбекқор жәндік екенін көрсетіп тұр. Құмырсқаның таңертеңнен кешке дейін азығын жинап, қорегін жинайтынын айтып, еңбегін көрсетіп отыр. Енді келесі жаттығу. Мәтінді оқы. Бал арасы табиғатта өздігінен тіршілік етеді. Гүл шырынын сорып, бал жинайды. Адамдар бал арасын балы үшін қолда асырайды. Бал арасын еңбекқор жәндік деп атайды. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Мәтін не туралы? Оған ат қой. Бал арасын неліктен еңбекқор жәндік деп атайды? Мәтіннің пайымдау бөлігін көшіріп жазамыз дейді. Енді балалар, мәтін не туралы? Оған ат қояйық. Мәтін бал арасы туралы. Мәтіннің атын бал арасы деп қояйық. Екінші, бал арасын неліктен еңбекқор жәндік деп атайды? Енді балалар, ара деген бал арасы бұл еңбекқор жәндік. Себебі бал адамдарға пайдалы. Ал бал ара олар кішкентай, өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Сондықтан оларды еңбекқор жәндік деп атаймыз. Мәтіннің пайымдау бөлігін көшіріп жазамыз. Мәтіннің пайымдау бөлігі өйткені, сондықтан сөздері, балалар. Бұл жерде пайымдау бөлігі ең соңғы сөз, балалар. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Осы соңғы бөлігін дәптерімізге әдемі етіп, қатесіз көшіріп жазамыз, балалар. Бұл пайымдау бөлігі. Ал енді келесі тапсырма 36-шы жаттығу. Пайымдау мәтіннің бөліктерін дәлелдеу пікірі қорытынды тауып сызбамен көрсет дейді. Адам үстіме мінсе, мен алысын жақын етемін. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді. Олар қылымнан арқан еседі. Сондықтан жыл ағасы мен боламын. Бұл қай кейіпкер екен, балалар? Бірге табайық. Бұл кейіпкер жылқы екен, балалар? Жылқы. Жылқының үстіне адамдар мініп, қалаған жағына жете алады екен. Жыл ағасы мен боламын. Бұл жері дәлелдеу пікір болады, балалар. Олар сүтімді ішеді, қылымнан арқан еседі. Бұл жерде пайымдау пікірі. Олар сүтімді ішеді, арқан еседі деп өзінің пайдалы екенін көрсетіп тұр. Бұл жерде, балалар, бұл пайымдау болады. Осылай астын сызып қоямыз, балалар. Келесі жаттығу 37. Пайымдау мәтіннің бөліктерін тиісті сөздерді қою арқылы байланыстыр дейді. Қоянның көздері шарасынан шығып, бадырайып тұрады. Өйткені ол қарсы алдыңғыны ғана емес, екі қапталдағыны, сондай-ақ арт жағындағысында бір мезгілде көре алады. Бұл жерде, балалар, пайымдау сөзі өйткені болады. Осы сөзді қойып, көшіріп жазып аламыз, балалар.
Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Сабақ ұнаса лайк басып достарымызға жібереміз. Және тіркелмеген болсаңыз подписаться кнопкасын басып тіркеліп кетеміз балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.